Қайырлы күн, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған айдарымызды жалғастырамыз. 1998 жыл. 1998 жылы 6 мамырда Ақмола қаласының жұртшылығының тілегі ескеріліп, Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы ономастикалық комиссиясының қорытындысы негізінде Ақмола атауын Астана қаласы деп өзгерту туралы президент жарлығы шықты. 1998 жылы 1 маусымда Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әуе қорғанысы күштері құрылды. 1998 жылы 10 маусымда тұңғыш рет жаңа Астананың ресми тұсаукесері болып Астана күні тойланды. 1998 жыл халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы. 1998 жылы 6 шілдеде 21 ғасырға бағытталған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы мәңгілік достық пен одақтастық туралы декларацияға қол қойылды. 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы реформасы басталды. Мемлекет зейнетке шығу жасында ұлғайтты.